Енді көп нұсқалы жауаптарға тоқталамыз. Орфографиялық нормаға сай жазылған сөз. Бұл жерде қосарлы н, к, х, к дыбыстары қатар келген кезде жалғанатын қосымшалар туралы айтылған екен. Сол қайсысы дұрыс, қазір соны анықтаймыз. Бірінші, банкіде деген. Банкіде деген дұрыс жазылған. Себебі н, к деген әріпке екі дыбыс қатар келген кезде қосымша жалғанғанда дыбысы дәнекер дыбысы жалғанады. Бұл дұрыс жазылған. Жазылу нұсқасы дұрыс. Келесі хирургке г деген дыбысқа қосымша жіңішке жалғану керек. Демек, бұл нұсқа дұрыс емес. Әуезіпті. Бұл жерде әуез деген қосымша оф, еф аяқталған кезде қосымша жалғанғанда біз сөздің түбіріндегі соңғы буынға қараймыз. Жіңішке. Демек, мына жерде қосымша бізде әуезіпті болып жалғану керек. Демек, бұл дұрыс емес. Тарихты. Х дыбысына аяқталатын сөздерге қосымша жуан жалғанады. Тарихты. Демек, бұл нұсқада дұрыс емес. Фактке. Бұл жерде к, н, к сияқты кт дыбыстарына қосымша жалғанған кезде дыбысы арқылы, қосымша дәнекер дыбысы арқылы жалғанады. Фактіге болу керек. Сода бұл дұрыс емес. Күнәға. Бұл жерде енді дыбысына аяқталған сөздерге қосымша жуан жалғанады деген ереже бар. Демек, бұл жерде бұл вариант нұсқасы дұрыс екен. Сонымен қорытып айтатын болсақ, НК және НКТ дыбыстарына біткен, дыбыстар тізбегіне біткен сөздерге қосымшалар әрдайым жіңішке жалғанады. Соны біз есімізге сақтауымыз керек. Міндеті кт, факты дегенде. Не кт және НК дыбыстарына үнемі қосымша жіңішке жалғанады. Тура мағыналы сөз. Сөздің бастапқы мағынасы тура мағына деп аталады. Үстелдің үсті тура мағыналы сөзге жатады. Адамның көзі тура мағыналы сөз. Адамның аяғы тура мағыналы сөз. Ал үйдің қасы, істің көзі, күннің көзі деген сөздер бұлар көп мағыналы сөздерге жатады. Анықтауыш қызметіндегі есімдік қатысқан сөйлем. Анықтауыш қызметіндегі есімдік қатысқан сөйлем. Алдымен есімдіктерді тауып аламыз. Одан кейін есімдіктерге сұрақ қоямыз. Ол қай сөйлем мүшесінің қызметін атқарып тұрған анықтаймыз. Мына жерде есімдік әлдекім. Әлдекім есімдік. Мына жерде олай боларын арман ешқашан есіткен емес есімдік. Есімдік дегеніміз зат есім, сын есім, сан есім орнына қолданылатын сөздердің тобын есімдік деп атаймыз. Бұл кітаптарға менің қолым жетпей тұрған еді. Бұл дегеніміз есімдік, және менің дегеніміз есімдік. Мына жерде белгісіздік есімдігі, болымсыздық есімдігі, жіктеу есімдігі, және бұл да сілтеу есімдігі. Келесі, менің айтқанымды кейбіреулер естімей қалады. Кейбіреулер белгісіздік есімдік, менің жіктеу есімдігі. Мен мына кітаптарды оқып көргенмін. Мына сілтеу есімдігі, мен жіктеу есімдігі. Сендер ауылға қашан келесіңдер? Қашан сұрау есімдігі, сендер жіктеу есімдігі. Енді осы есімдіктердің қандай сөйлем қызметін атқарып тұрғанын анықтаймыз. Әлдекім артынан кім? Бұл жерде бастауыш болып тұр. Арман, олай боларын арман ешқашан елестеткен емес. Қашан? Бұл жерде пысықтауыштың қызметін атқарып тұр. Бұл кітаптарға менің қолым жетпей жүрген еді. Қай кітап? Бұл анықтауыштың қызметін атқарады. Кімнің қолы? Менің қолым анықтауыштың қызметін атқарады. Демек, С нұсқасы дұрыс. Менің айтқанымды кейбіреулер естімей қалды. Кімдер естімей қалды? Кейбіреулер. Бұл жерде бұл бастауыш болып кетіп тұр. Мынау анықтауыш. Бұл анықтауыш. Демек, бұл нұсқаны белгілей алмаймыз. Себебі екеуі де анықтауыш болу керек. Сонда ғана ол
бізде дұрыс нұсқасы болар еді. Мен мына кітаптарды оқып көргенмін. Қай кітаптарды? Мына кітаптарды. Бұл да екі есімдік бар, бірақ бұның ішінде екеуі де анықтауыш болып тұрған жоқ, сондықтан бұл Е вариант нұсқасын да белгілей алмаймыз. Ал мына жерде бұлар есімдіктер бастауыштың және пысықтауыштың қызметін атқарып тұр. Демек, бұл жерде бір ғана нұсқасы дұрыс екен. Синонимдік қатар. Мағыналары бір-біріне жуық, айтылуы, жазылуы әртүрлі сөздерді синоним деп атаймыз. Енді әдемі деген сөздің мағынасына әдепті деген сөздің мағынасы сәйкес келмейді. Сабырлы, күшті. Сабырлы деген сөздің мағынасына күшті деген сөздің мағынасы сәйкес келмейді. Салмақты, көп. Салмақты деген сөзге көп сөзі мағынасы сәйкес келмейді. Сүйкімді, кіші. Сүйкімді деген сөздің мағынасына кіші деген сөздің мағынасы сәйкес келмейді. Енді бағалы, құнды. Бұл екеуі де мағыналар бір-біріне жуық, екеуі де құнды деген мағынаны білдіріп тұр. Демек, бұл синонимдік қатарға жатады. Мықты, берік. Бұл да екеуі де мағыналары бір-біріне жуық, синонимдік қатарға жатады. Тыныс белгілері дұрыс қойылған сөйлем. Тыныс белгілері дұрыс қойылған сөйлем. Бұл жерде тыныс белгілері әрбір жеке-жеке тоқталамыз тыныс белгілеріне. Мен ауылға бармаймын, деді немересі. Бұл жерде, мына жерде автор сөзінен кейін сызықша келу керек еді. Демек, бұл нұсқасы, бұл А нұсқасы дұрыс емес. Біздің сыныпта 20 оқушы бар. Бұл жерде автор сөзінің алдына сызықша қойылу керек еді, және автор сөзінен кейін төл сөздің алдына сызықша қойылу керек еді, және төл сөзден кейін үтір қойылу керек еді. Демек, бұлда да қате бар. Жоқ, қателесесіз, Перизат ханым, деді. Деді деген автор сөзінің алдына сызықша қойылмапты. Демек, қате бар. Білмегенді біле бер, деді Шәкәрім Құдайбердиев. Бұл нұсқасы тыныс белгісі дұрыс қойылған. Мынау төл сөз, автор сөзі. Төл сөз тырнақшаға алынған, төл сөзден кейін үтір сызықшасы қойылған, дұрыс жазылған. Ерлік аспаннан түспейді, дейді Бауыржан Момышұлы. Бұл нұсқада да дұрыс жазылған. Дәл жоғарыдағы секілді төл сөз тырнақшаға алынған, және төл сөзден кейін автор сөзінің алдында үтір сызықша қойылған. Қадыр түбінде адам болатын бала, деді Майқанова. Бұл да дұрыс жазылған. Төл сөз сызықша арқылы басталған, және төл сөзден кейін нүкте үтір қойылған. Қадыр түбінде адам болатын бала, деді Майқанова. Бұл да өте дұрыс жазылған. Төл сөз тырнақша арқылы жазылған, төл сөз аяқталғаннан кейін үтір сызықшасы қойылған автор сөзінің алдында дұрыс. Демек, бұл жерде 3 нұсқа дұрыс нұсқаға жатады екен. Бүгінгі күні сөз тіркесінің беретін мағынасы қандай? Бүгінгі күні. Әрбір нұсқасына жеке-жеке тоқталамыз. Бұл жерде нақ осы кезде деген нұсқасы, және дәл қазір деген нұсқалары сәйкес келеді. Демек, бұл жерде 2 нұсқа дұрыс. Түбір тұлғасы сақталған біріккен сөздер. Анықтайық. Бүрсігүні. Бұл жерде түбір тұлғасы сақталмаған. Себебі бұл бұрнағы күні деген мағынаны білдіреді. Айтылу кезінде дыбыстық өзгеріске ұшырап, кіріккен сөзге жатады. Демек, бұл нұсқаны біз алмаймыз. Бұрнағы күні. Ит-балық. Бұл біріккен сөз, және түбір тұлғасы сақталған. Бұл дұрыс. Ит және балық деген сөздер ешқандай өзгеріске ұшырамаған, дәл сол күйінде сақталған біріккен сөз. Күздің күні. Бұл түбір тұлғасы сақталмаған. Себебі бұның негізгі түпкі мағынасы күздің күні деген мағынада екен. Деген сөздердің алынған, сөз тіркесінен алынған, дыбыстық өзгеріске ұшыраған, қазір сөздің күні деп
күзді күні деп жазылады және айтылады. Орфографиясында да, орфоэпиясында дәл осындай. Орфоэпиясында ү деп айтамыз, күзді күні деп, жазылған кезде г әрпі жазылады. Алатау. Бұлда дыбыстық біріккен сөзге жатады және ешқандай дыбыстық өзгеріске ұшырамаған. Қарлығаш. Бұл дыбыстық өзгеріске ұшыраған екен. Себебі түбір тұлғасы сақталмаған. Бұның түбір тұлғасы қара, ала, құс дегеннен шыққан екен. Қара, ала, құс. Демек, айтыла келе, дыбыстық өзгеріске ұшырап, бұл варианттың түбір тұлғасы сақталмаған. Білезік. Бұлда білек және жүзік деген сөздерден алынған. Демек, айтыла келе, бүлік бірінші білек жазылады. Бірінші білек. Білек және жүзік. Білек және жүзік. Білекке салатын жүзік деген сөз екен. Деген сөздерден алынған. Демек, бұлда дыбыстық өзгеріске ұшыраған. Сонда бізде дыбыстық өзгеріске түбір тұлғасы сақталған біріккен сөздерге в нұсқашы және д нұсқашы жатады екен. Талғаулас, салалас, құрмалас сөйлем. Талғаулы, салалас, құрмалас сөйлемнің жасалу жолы бір ғана жолмен жасалады. Не, немесе, әлде деген шылаулар арқылы байланысады. Әр адам қай жерде жүрсе де құқықтық субъекті ретінде танылуға тиіс. Бұл сабақтас құрмалас сөйлем, салалас емес, қарсылықта сабақтас құрмалас сөйлем. Сабақтас сөйлем деп қояйық. Адам өзі өмір сүріп отырған қоғамның заңын бұзса, тиісті жазасын алады. Бұл да сабақтас, шартты бағынқыл сабақтас құрмалас сөйлем. Бізге салалас құрмалас сөйлем керек. Және салаластың ішінде де талғаулы керек бізге. Адамзат өмір сүруге қандай құштар болса, бостандықта да сондай құштар. Бұл да шартты бағынқыл сабақтас. Бұл кітапты я мен оқырмын, я сен оқырсың дегенде, шартты бағынқыл сабақтас деген сөйлемде, бұл жерде бұл талғаулы салаласқа жатады. Шартты сабақтас, бағынқы деген сөз жазуымыз керек. Бұл осы нұсқаны аламыз. Себебі я деген шылаулар арқылы байланысқан талғаулы салалас сөйлем. Адам өзі өмір сүріп отырған қоғамның азаматы, сондықтан ол қоғамның заңына бағынуға тиіс. Бұл жерде сондықтан деген шылау жасалып тұр. Бұл себеп, салдар салалас. Ал бізге талғаулы керек. Демек, бұл нұсқаны біз алмаймыз. Себеп, салдар салалас. Бұл нұсқаны біз алмаймыз. Сабырлық алдында не дұшпан жасасады, не сабырсыздықтан береке қашады. Бұл жерде бұл талғаулы салалас. Себебі не деген шылаулар арқылы байланысқан. Демек, бұл нұсқада д және ф варианттары нұсқалары дұрыс екен. Белгісіздік есімдігі анықтауыш қызметінде тұрған сөйлемді табыңыз. Есімдікті есімізге түсірейік. Есімдік дегеніміз зат есімнің, сын есімнің, сан есімнің орнына жүретін сөздер тобы. Есімдіктер мағынасына қарай 7 түрге бөлінеді. Бізге мына жерде белгісіздік есімдіктін сұрап тұр. Әрбір нұсқада есімдіктер табамыз. Мына жерде есімдік кейбір, міне кейбір деген сөз есімдік болады. Біріңдікін, біріңдікін, әрбір есімдік мына нұсқада. Мына жерде барлығы есімдік, мына жерде әртүрлі, мына жерде бірің деген сөздер есімдікке жатады. Біз есімдіктердің мағынасына қарай 7 түрін жаттап алуымыз керек. Енді осы есімдіктердің анықтауыш қызметінде тұрғандығын біз анықтаймыз. Анықтауыштың сұрақтары қандай, қай, кімнің, ненің деген сұрақтарға, қайдағы деген сұрақтарға жауап беретін еді. Яғни іліксептің сұрағына жауап береді. Кімнің, ненің, қандай, қай деген сияқты. Енді әрбір есімдікке біз сұрақ қоя отырып, біз енді табайық. Әрбір есімдікке сұрақ қоя отырып, анықтауыш табайық. Кейбір жігіт жүреді мақтан сөйлеп. Қандай жігіт? Кейбір жігіт. Демек, бұл жерде қандай деген сұраққа жауап бергендіктен, кейбір деген есімдігіміз анықтауыштың қызметін атқарып тұр екен. Келесі,
жетпесе біріңдікін бірің жеткіз. Бұл жерде кім жеткіз дегенде, бұл жерде анықтауыштың ешқандай сұрақтан жауап бермейді. Бұл нұсқасын алмаймыз. Абайлар әрбір сөзді өз қалінше. Қандай сөзді? Әрбір сөзді. Әрбір деген мына жерде анықтауыштың қызметін атқарып тұр. Анықтауышты ерек сызықпен белгілейміз. Д нұсқасында барлығы Асқарды аға тұтты. Бұл жерде барлығы деген анықтауыш болып тұрған жоқ. Себебі анықтауыштың сұрағына жауап бермейді. Әртүрлі өнер, мінез, жақсы қылық. Бұл сөйлемде қандай мінез, қандай өнер? Әртүрлі өнер. Әртүрлі деген сөзіміз бұл жерде анықтауыштың қызметін атқарып тұр. Себебі қандай деген сұраққа жауап береді. Ал мына жерде біріңнің бірің сөйле сөзін тосып деген нұсқада анықтауыш жоқ. Анықтауыштың қызметін атқармайды. Демек, бізде А нұсқасында белгісіз есімдігі анықтауыш болып тұр екен. С нұсқасында белгісіз есімдігі анықтауыштың қызметін атқарып тұр екен. Және Д нұсқасында белгісіз есімдігі, әр деген белгісіз есімдігі анықтауыштың қызметін атқарып тұр екен. Бастаушы бірыңғай мүшеден болған сөйлем. Бірыңғай мүше дегеніміз не? Бұл жерде екі бізге сұрақ беріліп тұр. Бірінші сұрақ бірыңғай мүшені білуіміз керек. Екінші сұрақ сол бірыңғай мүшенің бастауыш қызметінде тұрғанын анықтауымыз керек. Біз мұғалімдер қауымы ауыл мәдениетін көтеруді өз қолымызға аламыз. Бұл жерде бірыңғай мүше жоқ. Мынау айқындауыш болып табылады, бірыңғай мүше емес. Келесі, біраздан кейін үйге Мақсұттың тағы екі жолдасы Асан мен Ақтай кірді. Бұл жерде бірыңғай мүше Асан мен Ақтай деген бірыңғай мүшеге жатады. Бірыңғай мүше дегеніміз ережені есімізге түсірейік. Екі немесе одан да көп сөзден тұрып, бір сөйлем мүшесінің қызметін атқаратын, бірдей сұраққа жауап беретін мүшені бірыңғай мүше деп атаймыз. Бірыңғай мүшелер үтір арқылы ажыратылады және шылаулар арқылы байланысады екен. Мына жерде Асан мен Ақтай деген сөзді біріктіріп байланыстырып тұрған сөз мен деген шылау. Асан, Ақтау бірыңғай мүше. Егер мына жерде мен деген шылауды алып тастайтын болсақ, мына жерге біз үтір қоямыз. Демек, В нұсқасында кім кірді? Асан мен Ақтай кірді. Ол бастауыш болып тұр екен бірыңғай мүше. Оның үйінде әйелі, сүйелмелі, арасы жасқа толмаған 3 ұлы бар. Бұл жерде үйелмелі, әйелі, одан кейін үйелмелі, сүйелмелі, арасы жасқа толмаған 3 ұлы деген бірыңғай мүшеге жатады. Себебі кім? Әйелі және ұлы. Біз алдымен бірыңғай мүшені тауып жатырмыз. Д нұсқасы. Ол еңгезерде екі иығына екі жігіт мінгендей келбетті әрі сымбатты жігіт. Бұл сөйлемде бірыңғай мүшелер еңгезердей, міне, еңгезердей деп астына жазып, екі иығына екі жігіт мінгендей сымбатты. Яғни бірыңғай анықтауыштар бұлар. Қазір жазамыз. Бірыңғай мүше үтір арқылы ажыратылып тұр. Себебі қандай деген бірдей сұраққа жауап береді, бір сөйлем мүшесінің қызметін атқарады. Оның қалың қара шашы, қоңыр көзі, қыр мұрны көркіне сән бергендей. Бұл жерде қоңыр шашы, қоңыр көзі, қара шашы, қоңыр көзі, қыр мұрны дегендер бірыңғай мүшеге жатады. Себебі несі деген сұрақтарға жауап береді. Бірдей сұраққа жауап беріп тұр. Оның бар ойы отбасының қамы, балаларына сапалы білім беру мәселесі. Бұл жерде қамы деген және мәселесі деген сөздер бірыңғай мүшеге жатады. Себебі бірдей сұраққа жауап береді. Несі деген сияқты. Ал енді осы бірыңғай мүшелердің қандай сөйлем мүшесінің қызметін атқарып тұрғанын анықтайық. Үйге Мақсұттың екі жолдасы Асан мен Ақтай кірді. Кім кірді? Асан мен Ақтай бастауыш болып тұр. Асан, Ақтай бірыңғай мүше, атқарып тұрған қызметі бірыңғай бастауыштар. Бастауыштың сұрағына жауап береді. Біраздан оның үйінде, дұрыс белгілеймін, мына шатас белгілеп қойдым. В нұсқасын белгілейміз. В нұсқасы дұрыс нұсқасы. Қазір. В нұсқасы.
яғни бірыңғай мүше бастауыштың қызметін атқарып тұр екен. Бұл нұсқасы міне дұрыс, дұрыс бұл нұсқасы. Оның үйіне әйелі сүйелмелі, арасы жасқа толмаған 3 ұлы бар. Оның үйінде. Бұл жерде кім бар? Әйелі, ұлы, бірыңғай мүше, бастауыштың қызметін атқарып тұр. Себебі кім деген сұраққа жауап береді. Демек, осы нұсқасында аламыз. Ол еңгезерде 2 иығына 2 жігіт мінгендей келбетті әрі сымбатты жігіт дегенде, бұл жерде қандай жігіт еңгезердей анықтауыш, қандай 2 иығына 2 жігіт мінгендей, қандай келбетті әрі сымбатты. Демек, бұлар бірыңғай анықтауыштар екен. Мен бұл вариантты алмаймын. Маған бастауыш керек. Оның қалың қара шашы, қоңыр көзі, қыр мұрны көркіне сән бергендей. Бұл жерде сән бергендей баяндауыш. Саяндауыш. Енді несі сән бергендей? Мұрны, көзі, шашы. Демек, мына бірыңғай мүшелер бастауыштың қызметін атқарып тұр. Бізге осы нұсқасы керек. Оның бар ойы отбасының қамы, балаларына сапалы білім беру мәселесі. Бірыңғай мүше қамы мәселесі енді қандай қызмет атқарады? Несі сөйлем соңында келгендіктен бұлар баяндауыштың қызметін атқарады. Несі қамы? Баяндауыштың қызметін атқарады. Демек, бұл нұсқаны алмаймыз. Мына жерде ол бірыңғай мүше емес, нұсқасы тіптен алмаймыз. Сонда бұл жерде бізде В және С және Е нұсқалары дұрыс екен. Назарларыңызға рахмет. Осымен біз бір нұсқаны талдап болдық. Осы нұсқа бойынша сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза отырыңыздар. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.